Көрге кіруден бұрын мынаны істеп қалыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Яғни, Раббымыз бізді жіберіңіз, біз істеп жатқанымызды қойып, салих амалдар істер едік, садақаллахул ғазим. Алла әзза уа жәллә қиямет кезінде тозақтағылардың шіркін, Алла жәллә жәлләлуху бізді дүниеге қайта жіберсе, біз осы бір жаман істерді істемей, жақсы істерді істер едік деп тіленетіндігін айтуда. Алайда бұл дүниеден аттанған соң, еш адам бұнда қайта келе алмайды. Сондықтан осы өмірдегі тірі кезде әр адам оның қадірін және өз өмірінің құнын білуі керек. Ал адам құлшылық ету арқылы, Алла әзза уа жәлләнің жолында жүру арқылы өмірінің қадіріне жетеді. Сонда ғана ол осы өмірдің құнын түсінген болады. Ал пайдасыз өмір дегеніміз не? Ол Алла әзза уа жәлләдан алыс, құлшылықтан алыс, бойсынудан алыс, игіліктен алыс қалған өмір, пайдасыз өмір міне осындай болар, ол онсыз да бос өтіп кететін өмір. Сондықтан өмір бос емес, бірақ толы болу үшін, пайдалы болу үшін, ол өмір ұдайы Алла әзза уа жәлләнің жолында болумен өтуі керек. Әйтпесе, онда пайдайы игілік деген сияқты нәрселер болмайды. Бұндайда тек залалдан басқа ештеңе болмас. Сонымен бірге ол адамның өзіне де, және өзгеге де бірдей зиян әкеледі, залал жеткізеді. Ал мүминге не туылса да, ол Алла жәллә жәлләлухудың жолында болғандықтан, Алла жәллә жәлләлуху оның амалдарын жақсы сауап ретінде жазып қоятын болады. Мәселен, егер бір мүмин өзі істей алмайтын іс үшін ниет қылса, оған бір сауап жазылады. Ал істей алса, 10 сауап, 100 сауап, 1000 сауап жазылады. Демек, Алла әзза уа жәллә қанша сауап қаласа, ол сонша сауап жазады. Бірақ ол оны істей алмаса да, айтып өткеніміздей, оған бәрібір сауап жазылады. Алайда біреу жаман істі істемекке ниет қылса, бірақ ол оны істей алмай қалса, оған ештеңе жазылмайды. Демек, оның ниеті жаман бірдеңе істеу болса да, бірақ ол оны істемесе, оған күнә жазылмайды. Себебі Алла әзза уа жәллә ешкімге зұлымдық қылмайды. Ол адамның істегендеріне қарай жазады. Егер ол күнә істесе, бір күнә жазылады, бірақ 10 күнә жазылмайды. Алайда сауапқа келгенде оның керісі болады. Ал Алла әзза уа жәллә бұл сауғаларды мүминдерге де, барша адамдарға да сыйлап қойған. Бірақ адам баласы болса, оның қадірін білер емес, олар өмірлерін бостан-босқа ысырап ішінде өткізуде. Алла жәллә жәлләлуху бізді тура жолдан бөліп жібермегей. Алла жәллә жәлләлуху біздің ниетімізге қарай бергей, иншалла. Уа миналлахи ауфиқ. Әл-Фатиха. Әулие сопы Маулана Шайх Мехмет Әділ әр Раббани Хазірет, Нақшбанд тарихатының 41-ші әулие пір шайығы.